Бұл бейнероликте салық төлеушінің кабинеті арқылы 250 нысандағы декларацияны қалай дұрыс толтыру керектігін көрсетеміз. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация сайланбалы, немесе мемлекеттік лауазымға кандидаттар мен олардың жұбайларын қоспағанда жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша бір рет ұсынылады. Сайланбалы лауазымға оның ішінде Қазақстан Республикасы құрылтайы мен мәслихаттарының депутаттарына кандидаттар, сондай-ақ олардың жұбайлары кандидат ретінде ұсынылу мерзімі басталған айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша декларацияны тұрғылықты жері бойынша тапсырады. Декларацияда мәліметтерді ұсынбау немесе анық емес мәліметтерді ұсыну, егер жасалған әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, кандидатты тіркеуден бас тартуға немесе тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға негіз болып табылады. 250 нысанда нені көрсету қажет? Декларацияда келесі мәліметтер көрсетіледі. Біріншіден, Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі мүлік туралы. Жылжымайтын мүлік, жер учаскелері және үлестер, әуе және теңіз кемелері, көлік құралдары, 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын сомадағы шетелдік банктік шоттардағы ақша қаражаты. Екіншіден, Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі мүлік пен міндеттемелер туралы. Жылжымайтын мүлік құрылысына үлестік қатысу, заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі, бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары, цифрлық активтер, инвестициялық алтын, зияткерлік меншік және авторлық құқық объектілері, 10 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшердегі қолма-қол ақша, дебиторлық және кредиторлық берешек, шетелдік брокерлік шоттардағы ақша қаражаты, мүлікті сенімгерлік басқаруға, трасттарға беру туралы мәліметтер, бір-бірлігінің құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын өзге мүлік, жеке тұлғаның қалауы бойынша. Құжаттармен расталмаған берешек нөлге тең деп есептеледі. Декларацияға қосымшалар салықтық бақылау мақсаттары үшін салық органдары пайдаланатын жоғарыда көрсетілген мәліметтерді егжей-тегжейлі көрсетуге арналған. Декларациялауға қалай дайындалуға болады? Декларацияны толтырмас бұрын, біріншіден, тиісті құқық белгілейтін құжаттарды дайындау. Екіншіден, көрсетілген сайттар арқылы активтер мен міндеттемелердің бар жоғын тексеру ұсынылады. Салық төлеушінің кабинетінде декларацияны ұсыну. Салық төлеушінің кабинетіне кіру үшін электрондық цифрлық қолтаңбаның болуы қажет. Декларацияны тапсыру ұяшығын таңдаймыз. Тізімнен 250 нысанын табамыз. Есепті жылды таңдаймыз. Одан әрі жалпы ақпаратты толтырамыз. Егер декларация алғаш рет ұсынылса, бастапқы декларация, қайта ұсынылған жағдайда кезекті декларация таңдалады. Кандидаттар А санатын таңдауы қажет. Б бөлімінде активтер мен міндеттемелердің болуы жөніндегі сауалнамадан өту қажет. Бар болған жағдайда тиісті мәліметтерді толтырыңыз. С бөлімінде 10 000 АЕК шегіндегі ақша қаражаты көрсетіледі. Тіркелген жері бойынша мемлекеттік кірістер органының кодын тексеріңіз. Жауапкершілікті растаңыз. Есепті қалыптастырыңыз. Жіберер алдында деректердің дұрыстығын міндетті түрде тексеріңіз. Мәліметтер дұрыс болған жағдайда декларацияға қол қойып жіберіңіз. Нысан қабылданғаннан кейін декларацияның салық орган тарапынан қабылданған туралы хабарлама қалыптастырылады. Декларация сәтті жіберілді. Декларацияда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына кандидат жауапты болып табылады. Сұрақтар туындаған жағдайда байланыс орталығына немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша мемлекеттік кірістер органына жүгініңіз. Назар аударғандарыңызға рахмет.